Осылай қылып баклажанды екі түрмен қуыруды көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Жуып алып, қабығын ашитын боламыз. Керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. 3 сантиметрдей қылып домалақшап. Осылай қылып домалақшап кесіп аламыз. Осылай қылып, как видеодағыдай қылып. 3 сантиметрдей, 4 сантиметрлей қалауларыңыз қарай. Мен өзім қалыңды ұнатам. Осындай сопақша қылып, ұзынша қылып кесіп аламыз. Осылай қылып. Ұзынша қуырып болған соң бір ыдысымызға алып, суымызды құятын боламыз. Тұзымызды салып, әші дәмі шығатын болған соң су құямыз. Осылай қылып помидорды кесіп аламыз. Помидорды қатты помидорды алатын боламыз. Жұмсақ помидор болмайды. Оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Чесногымызды алып, майда қылып турайтын боламыз. Майымызды алып, чеснок екеуін араластыратын боламыз. Как видеодағыдай. Бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып аламыз. Тұзымызды салып, араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бәңгілер онымен қойып қойған баклажанымызды алып, сығып, бөлек ыдысқа осылай қоямыз. Оны жайып, тұзды сеуіп аламыз. Бәңгілер суға аз ғана тұз салғанмын. Қалауларыңызға қарап, аз ғана сеусеңіздер болады. Жұмыртқамызға батырып алып, қызып тұрған майымызға біртіндеп салып аламыз. Осылай. Көрдіңіздер ме? Өте әдемі болады. Сәл майды көптеп қуырамыз. Осылай әп-әдемі болып қызардау деген кезде алып, осылай қызартып қуырып аламыз. Қызардау деген кезде аударып алып аламыз. Осылай әдемі қылып қуырып аламыз. Осындай ұзынша саламыз. Ол жерім көрінбей қапты. Баклажанымызды тәрелкеге қойып алып, бетіне чесногымызды салып, помидорымызды қойып, осылай орайтын боламыз. Сонда дастарханға әдемі болып тұрады. Қонақтарға да ұсынсаңыздар болады. Осылай домалақ қылып, чесногымызды салып, помидорымызды қойып, баклажанымызды қойсаңыздар да өте әдемі. Дастархандарға ассортименттерінде қастарына қойсаңыздар болады. Ас болсын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жақсы видеоларды салатын боламын. Рахмет. Ас болсын.